Сәлем достар, бүгін біз өте жұмсақ, дәмді, керемет венский вафли дайындаймыз. Менің парақшама тіркеліп, лайк басуды ұмытпа. Бізге 3 жұмыртқа, құмшекер, сармай, қаймақ, ұн және балмен разрыхитель қажет. Ең алдымен ыдысымызға 3 жұмыртқаны жарып салып, оған құмшекерімізді қосамыз. Сөйтеміз де құмшекеріміз ерігенше жақсылап араластырамыз. Венчигіңіз болса, венчикпен араластырсаңыз тіптен жақсы. Керекті өнімдердің мөлшерін және жасалу жолын описание бөліміне жазып қалдырдым. Жасап көріңіздер, өте дәмді вафли болады. Әбден біркелкі қылып араластырып, оған еріген сармайымызды қосамыз. Миксерлеріңіз болса, миксермен араластырсаңыздар да болады. Маған осылай шанышқымен араластырған ыңғайлы болды. Біркелкі қылып жақсылап араластырып болғаннан кейін 2 қасық қаймағымызды қосамыз. Сөйтеміздағы оны да араластырамыз жақсылап. Қаймақ вафлиге жұмсақтық сыйлайды. Бірақ шамадан тыс көп қосып жібермеңіз, 2 қасық қоссаңыз жеткілікті болады. Мен балаларыма осы венский вафлиді жиі пісіріп беріп тұрамын. Өте дәмді шығады, жасап көріңіздер. Біркелкі болғанша жақсылап араластырып, оған 2 қасық балымызды қосамыз. Сөйтіп, оны да тағы да араластырамыз. Мен араластырудан шаршамайды екенмін негізі ше. Сіздер де шаршамаңыздар, қолдарыңызға жаттау болады. Жақсылап араластырып, балымызды қоспасаңыз да болады. Не обязательно, негізі үйде бал жоқ болса, балсыз ақ істей берсеңіз болады. Бал бізге тек дәм беру үшін ғана. Вафлиіңізден балдың дәмі шығып тұру үшін ғана қосамыз. Ендігі кезекте ұнымызға 1 чайный ложка разрыхитель салып, жайлап ұнымыздың ішінде араластырып аламыз. Разрыхителімізді біркелкі қылып араластырып аламыз. Сөйтеміздағы 3 бөлікке бөліп, шетінен араластыра отырып, дайындаған массамызға ұнды саламыз. Мінекей ұнның 2-ші бөлігін салдым. Жақсылап араластырдым. Біркелкі қылып. Содан кейін ұнның 3-ші бөлігін салып, тағы да араластырамыз. Қамырыңыз қою болу керек. Сұйық болмауын қадағалаңыз. Өйткені вафельницаға салған кезде сұйық қамыр шет-шетіне ағып кетеді. Вафельницаның беті жабылған кезде шетінен ағып, өзіңізге қосымша жұмыс пайда болады, оны жуу керек болады. Өзіңіздің де көңіл күйіңізді түсіреді. Сондықтан да егер сұйық болып тұрса, кішкене тағы да ұн қосып, араластырып жіберіңіз. Дайын болған қамырымызды, қызып тұрған вафельницамызды ашып, ішіне әр қайсысына 2 қасықтан салып, вафельницамыздың бетін жабамыз. Сөйтіп 8-10 минутқа бетін жабамыз. Әркімнің вафельницасы әртүрлі пісіретін шығар. Менікі 8-10 минутта пісірді. Мінекейіңіз алғашқы вафлилар пісті. Бұны түсіріп аламыз да, ендігі кезектегі вафлиларды 2 қасықтан құямыз. Сөйтіп әрқайсысын осылай жекелеп пісіріп аламыз. Мінекей жұмсақ, хош иісті дәмді вафлиларымыз дайын. Сіздермен бірге болған мен Алуа Омар. Менің парақшама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар.